Бәріңе сәлем, сіздермен бірге мен Диана. Менің арнама қош келдіңіздер. Менің арнама тіркеліп лайк басып және де комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бүгін осындай өте дәмді болып шығатын, дәмі деген нәп-нәзік, әрі пайдалы, әрі тез дайын болатын осындай бауырдан котлетті бірге жасайық. Менімен бірге соңына дейін болыңыздар. Мен бұл жерде сиыр етінің бауырын пайдаланатын боламын. Осылай сыртын жақсылап тұрып жуып алып, оны бірнеше бөлікке бөліп, блендердің немесе ет тартқыштың көмегімен оны ұсақтап аламыз. Осылай блендердің көмегімен ұсатып алып, оны бөлек ыдысқа саламыз. Ал енді осыған пияз және де сәбіз қоссаңыздар болады. Мен бұл жерде қоспадым, және де сарымсақты қосуға болады. Оны да блендердің немесе ет тартқыштың көмегімен ұсақтап аламыз. Ал енді осыларды жаңағы бауырымыздың үстіне салып шығамыз. Бізде осылай әдемі болып езілуі керек. Ал енді бір жұмыртқа қосамыз және де жақсылап тұрып, бір келкі масса болғанша араластырып аламыз. Ал енді осы массаға ұн қосамыз және де дәміне қарай дәмдеуіштер қосамыз. Мен бұл жерде тұз, бұрыш, паприка қостым. Және де тағы да бір рет жақсылап тұрып араластырып аламыз. Бізде осындай масса болып шығуы керек. Енді оны пісіруге көшеміз. Ол үшін табамызды сәл ғана майлап, осылай қасықтың көмегімен қызып тұрған табаға бір-біртіндеп салып шығамыз. Екі жағында әдемілеп пісіреміз. Әр жағына пісуіне 1-1,5 минуттай уақыт кетеді. Яғни, және де оны келесі жағына аударамыз. Осылай келесі жағына аударып шығамыз. Бізде әр жағы осылай кішкене қызарып, әдемі болып пісуі керек. Осымен біздің бауырымыз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай өте көп мөлшерде шықты. Дәмі деген енді өте әдемі, нәзік, әрі пайдалы болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Тіпті кішкентай балаларыңызда бұндай бауырды сүйіп жейтін болады. Міндетті түрде жасап, өз пікірлеріңізбен бөлісіңіздер. Баршаларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған мен Диана. Келесі видеоларда кездескенше.